Ассалаумағалейкум ағайын, құрметті YouTube көрермен, менің ағаш шебері каналының көрермендері. Қазір желтоқсан, қыс, далада суық, -5, -10, шеберханада салқын болып тұр. Енді сіздерге осы шеберханада гаражда жұмыс істегенде жылу беретін мынандай тепловая пушка дейді. Осындай газовый пушка туралы айтқым келіп тұр. Бұл Ревостат бренд емес, өзіміздің Қытайдың пушкасы. Былтыр бұны ағам алған екен. Бағасын соңына қаратай жаза кетем. Бұлай айтқанда қымбат емес. Орташа бағада, бұлай арзан бағадағы пушка. Бұның характеристикасында 12 киловатт деп жазылып тұр. 350 метр кубқа шығарады дейді. 7 бар. Негізі характеристикасын онша түсінбеймін. Бұлай енді өз ойымды айта кетсем. Бұл пушканы қосу үшін мынадай газ баллон алдым. Кішкентай размердегі пропан газы. Газ баллон қазір осындайды толтыру ең арзан бағасы 2700 теңге тұрады. Мынандай газ баллонды 9000 теңгеге баллонның өзін алдым. 2700 теңгеге газ толтырдым. Жылулық қалай береді? Жылулықты былай айтқанда егер қосылып тұратын болса күні бойына жылулықты жақсы береді. 55 квадрат менің шеберханамда жұмыс істеуге болады. Ал былай айтсақ, бұл өз тепловой пушка қалай келді? Өзінің ішінде вентилятор бар. Газды жібересің, газ жанады, сол кезде вентиляторды өрлейді. Бұның бір жақсысы былай қосқаннан кейін содан кейін бірақ газды жібере аласың, вентиляторды қосқаннан кейін. Ал егер вентиляторды қоспасаң, газды жібере алмайсың. Мынандай өзінде зажигалкасы бар. Ал егер мынандай газ тоқтаған жағдайда газды тоқтатсаң, вентилятор істеп тұра береді. Мынандай жағдайлар болады. Кей кезде свет өшіп қалады мысалы. Свет өшіп қалады. Мынау істеп тұр. Неке істеп тұр. Мына жақтан тоқты суырам, ол кезде қандай жағдай болады? Газ шығып тұра бере ме деген сөз. Газ шықпайды. Свет өшкен кезде, онымен бірге мына краникті бұрамасаңызда газ тоқтап қалады. Бұл өзінде орналасқан сондай қасиеті бар, сол жақсы екен. Және де мына кнопкасын басқан кезде газды да өшіріп тастайды. Бұл жақсы. Жылуды қалай береді десеңіздер, 55 квадратқа негізінде жетеді. Жылуды жақсы береді, егер ол күні бойына үздіксіз қосылып тұрса. Бір жаманы бұның регуляторы жоқ, қаншалықты от шығатынын регулировка жасай алмайсыздар. Оның тек мына газ баллон арқылы сәл-сәл басын қыратып қоюға болады. Бірақ күні бойы қосылып тұрса, ауа райы температура жақсы, бірақ күні бойы қосылып тұрғанға мына газ баллон айтайын максимум 3 күнге жетеді. Сондықтан мен тек анда-санда ғана қатты мұздап кеткен жағдайда ғана қосам. Бұл экономить ету үшін. Ал егер ақша жетіп тұрса, онда күні бойына қосып қоюға болады. Жайлы жұмыс істейсіздер, қолдарыңыз тоңбайды, аяқтарыңызда, дене бүтіндеріңіз бір қалыпты температурада жүресіздер. Тағы не айта кетсек болады. Бұл газовый пушканы алған кезде газовый пушканың өзі және де мынадай шлангысымен келді. Шлангысында мына жердегідей редуктор сияқтысы бар, оның өзімен жүреді, тек мынандай винтовой баллонға бұрай саласыздар. Бұраған кезде абай болыңыздар, газ шығарып кетпейтіндей әдемілеп хамутпен қысып бұрайсыздар. Хамут керегі жоқ, өзінде резинасы бар, сол резинасын салып гайкамен бұрайсыздар. Видеоның соңында бағасын бәрін жазып қоям, қанша расход кетеді. Өз ойым, бұндай нәрсе маған ұнады ма деген сөз. Негізінде бұндай нәрсе ұнады. Осымен де жұмыс істеуге болады. Тек бір минусы бар.
Оның мощности да ондай жылу шығаруында емес, бәрі жақсы. 1 минус тек қана мына баллон 3-ақ күнде бітеді. 3 күн сайын 3000 теңгеге сатып алып отырасыздар. Сонысы қиындау екен. Қазір мен 1 апта, 1,5 аптаға жеткізіп жүрмін. Анда-санда 15-20 минут қосам. 2 сағатта бірлет 15-20 минут қосам. Сол кішкене жұмыс істеуге ыңғайлы, температура создавать етіп жатыр. Жақсы, рахмет. Осылай Реостат деген тепловая пушка туралы айттық. Бұндай брендтердің түрі көп негізінде. Бәрі Қытайдікі, тек аты ғана бөлек. Бір айтатыным, мынау қызбайды темірі. Ауаны мына жақтан жылуды ғана шығарады. Мына темір қызып, ондай еш нәрсе болмайды. Ондай өрт жағдайлары пока что болған жоқ. Құдай сақтасын, сіздерде де болмасын. Совет берем бұндай алуға. Алып, мықты жұмыс істеңіздер. Жұмыстарыңыз ілгері баса берсін. Сіздермен болған ағаш шебері Столярный канал. Біздің мына менің каналыма жазылыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Осындай инструменттер туралы және де тағы басқа ағаш бұйымдар туралы видеолар салып отырамыз. Рахмет.